Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің ашық сабақтың тақырыбы Қадыр Мырза Али Қызыл кітап поэмасы 10-шы бөлім. Бүгінгі сабақта біздің қамтитын мақсатымыз шығармадағы көтерілген мәселені анықтайсыздар, көтерілген мәселеге өз көзқарастарыңызды, пікірлеріңізді білдіресіздер, және де бірнеше шығармашылық жұмыс орындайтын боласыздар. Ал енді сабақтың басында аздаған сергіту сәтін жасап алайық. Жайғасып отырыңыздар, денелеріңізді бос ұстаңыздар, көздеріңізді жұмып, өмірлеріңізге сондай бір бақытты сәтті еске түсіреміз, және де күлімсіреуді ұмытпаймыз. Күлімсіреміз. Сол күлімсіреу қалпымызда көзімізді ашамыз. Сол шаттық күлкіні, жақсы көңіл күйді бір-бірімізге сыйлаймыз. Қане күлімсіреп бір-бірімізге қарайық. Жақсы, өте жақсы. Ал жақсы балалар, жаңа сабаққа кіріспес бұрын біз үй тапсырмасы өткен сабақты еске түсіреміз. Өткен сабақта біз Қадыр Мырза Алидің Қызыл кітап поэмасының 9-шы бөлімін өткен болатынбыз. Сіздерге сұрақ, 9-шы бөлімде көбінесе не туралы айтылады, қандай проблема көтеріледі? Кім жауап береді? 9-шы бөлім бойынша. Гүлнұр жауап беріңіз. Қызыл кітапта сирек кездесетін жануарлардың жойылып бара жатқандығы туралы айтылған, жақсы. Бұл ең негізгі мәселе, экологиялық мәселе қозғалады. Және де бүгінгі 10-шы бөлімде де біз сол мәселені ары қарай не істейміз, өрбітеміз, жалғастырамыз. Жақсы, жауабыңыз өте жақсы Гүлнұр. Енді келесі тапсырма керуен сұрақтар. Мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер сол сұраққа кезекпен ойланып жауап беруге кірісіңіздер. Бірінші сұрақ, Қызыл кітап дегеніміз не? Ол қандай мақсатта жазылған? Анжол жауап беріңіз. Қызыл кітап сирек кездесетін жануарларды жойылып кетуіне арнап жазылған кітап. Жақсы, өте жақсы. Келесі сұрақ, поэма неліктен Қызыл кітап деп аталады? Жауап беріңіз. Себебі қызыл түс тоқтар жойма жүректі білдіреді және ол қауіп-қатердің таңбасы. Жақсы, өте жақсы жауап. Соңғы сұрақ, жануарлар неліктен жойылады? Себебі оларды браконьерлер құртады және табиғаттың ластануы, жерге қоқыстың тасталуы осыған әсер етеді. Өте жақсы. Балалар, сіздің жауаптарыңыз өте жақсы, өте орынды. Сіздерге мен қазір осындай қызыл түсті стикер беремін. Ол өте жақсы деген бағаны білдіреді. Жарайсыздар балалар. Ал жақсы балалар, жаңа тақырыбымызды бастаймыз. 165-ші бетті ашыңыздар. Осы бетте 10-шы бөлім берілген. Осы 10-шы бөліммен қазір танысасыздар. Кейін осы бөлім бойынша бірнеше жұмыс жасайтын боламыз. Ал кеттік. 10-шы бөліммен мұқият танысып алдыңыздар. Енді келесі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма бізде фишбоун әдісі арқылы жүзеге асатын болады. Басқа тілмен айтқанда балық қаңқасы әдісі немесе стратегиясы арқылы жүзеге асады. Сіздер бұл тапсырмада не істейсіздер? Шығармада көтерілген мәселені анықтайсыздар, себебін жазасыздар, және де шешімін жазасыздар. Тапсырма сіздерге түсінікті ме? Түсінікті. Ал жақсы балалар жауап береміз, уақыт болды. Гүлнұр жауап беріңіз. Себебі, қазіргі таңда жойылып бара жатқан аңдар көп. Олардың біріне су сиыр және дронды жатқызуға болады. Жақсы. Келесі Анжол жауап беріңіз. Көтерілген мәселе жер бетіндегі көптеген аңдардың жойылып бара жатқандығына Қызыл кітап қатысылғандар дейміз. Жақсы, қабылданады, жауабыңыз дұрыс. Ең соңында біз шешім шығарамыз, шешімі. Айтылқын енді сіз жауап беріңіз. Шешімі. Қызыл кітап опат болып кеткен аңдардың тірі жан теңдесі деп хайуанатқа берілген қызыл мандар, тісі жұқа, астары қарымылар кітап. Жақсы, өте жақсы. Бұл фишбоун әдісі бойынша сіздер тағы да өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. 5 деген баға беремін сіздерге. Келесі тапсырманы
формуласы арқылы жүзеге асырамыз. Сіздерге қазір дайындалып алуға уақыт беріледі. Тақырыптан ауытқымайсыздар. Ең негізгі тақырып Қызыл кітап поэмасы және де 10-шы бөлімде берілген мәтін бойынша жұмыс жасайтын боласыздар. Фокус формуласымен қалай жұмыс жасау керегін білесіздер? Ол сіздерге таныс. Сол себепті жұмысымызды бастайық. Уақыт бітті. Ал енді дайын болсақ, балалар жауап берейік. Кім дайын, кім жауап береді? Кім? Анжол жауап берсін бірінші болып. Менің ойымша, аңдарды ауылында Менің ойымша Қызыл кітапқа енген аңдарды аулауға болмайды. Себебі мен оны былай түсіндірем. Қызыл кітапқа енген аңды аулайтын болса, бас бостандығынан айырылады. Оны мен мына фактімен дәлелдеймін. Қызыл кітапқа енген аңдарды қатаң заңмен қорғалады. Осыған байланысты мен осындай қорытынды шешімге келдім. Қызыл кітапқа енген аңдарды сақтап, өз өмірімді сақтаған жөн. Жақсы. Отырыңыз. Келесі дәл осы формула бойынша кім жауап береді? Гүлнұр жауап беріңіз. Менің ойымша, Қызыл кітапқа енген жануарларды қорғау адамгершіліктің міндеті. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Жануарлар біз сияқты табиғаттың тіршілік иесі. Оларды қорғау біздің міндетіміз және мақсатымыз болып табылады. Оны мен мына фактімен дәлелдеймін. Адамдар жануарларды қорғап бастағаннан бері 1 миллиондай жануарлар сақталып қалған болатын. Осыған байланысты мен осындай қорытынды шешімге келдім. Жануарларсыз табиғат үйлесімділігі жойылады. Өте жақсы жауап. Отырыңыз. Ал жақсы балалар, сіздерге мен қазір сандықша ұсынамын. Сандықшаның ішінде асықтар бар. Қане таңдап алыңыздар бір-бірден. Ала қой. Жақсы балалар. Енді кімге қандай нөмір деді атаңыздар? Бір. Ақжол сізге бірінші нөмір келді, е? Бірінші нөмір. Бірінші нөмір. Жақсы, бірінші нөмір алыңыз. Келесі нөмір. Үшінші сіздікі. Екінші нөмір, е? Жақсы. Сіздерге карточка табысталды. Әр карточкада сіздерге 10-шы бөлім бойынша сұрақтар берілген, е? Өлең жолдары берілген. Сіздер сол өлең жолдарының мағынасын оқып, және мағынасын ашу керексіздер. Тапсырма түсінікті ме сіздерге? Жақсы. Ал жақсы, тапсырма түсінікті болса, жауап берейік. Кім бірінші болып бастайды? Бірінші нөмір кім деді? Бірінші нөмір. Ақжолда, е? Жақсы жауап беріңіз. Өлең жолын оқыңыз, және оған анықтама беріңіз. Хайуанатта жасаған қиянатты, бауырына жасаған опасыздық. Аққан Қызыл кітап поэмасында экологиялық мәселені көтереді. Адам баласының өзінің де табиғатында бір бөлшек екенін ұмытып, оған қол салған күйінде баяндалады. Поэмадағы лирикалық кейіпкер табиғаттың жойып алудан қорқады. Жақсы, өте жақсы жауап. Отырыңыз. Келесі екінші нөмір айту оқында, жақсы жауап беріңіз. Адамдығын жоғалсақ, адамдардың хайуанаттар жоқтаудың пайда қандай. Бұл жерде автор көтерілген мәселені аумақтағы емес, барлық ғаламшарда мәселе ретінде қарастырып оқырмандарға жеткізіп тұр. Өте жақсы, өте жақсы. Және де бізде Гүлнұр жауап береді. Маған берілген өлең жолдары. Жоғалтқанды жоқтаған жөн, бұл хақиқат, жоғалтпаған жақсырақ одан көрі. Бұл жерде табиғат пен адам арасындағы үндестік, қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығын көрсетіп тұр. Өте жақсы, өте жақсы және орынды жауап. Мен қанағатпын. Сол себепті сіздерге жақсы деген баға қоямын. Өте жақсы деген баға қоямын. Тақырыпты түсініп, және де өз ойларыңызды айта білетіндеріңізді дәлелдеп отырсыздар. Жақсы. Жақсы балалар, қазір біз 2 жұлдыз, 1 тілек атты кері байланыс өткіземіз. Сіздерге осындай жұлдызшалар және де смайликтер таратылады. Осылармен қалай жұмыс жасау керегін білесіздер, е? Жақсы. Тез жұмыс жасаймыздар. Орындарыңыздан тұрып, қалташаға
саламыз. Жақсы ма? Түсінікті ғой? Жақсы. Содан кейін мен айтамын. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.